Ассалаумағалейкум ардақты телегөрмендер, эфирде дін мен дәстүр бағдарламасы. Хабарымыздың бүгінгі талқыға салынар тақырыбы жат ағымдардың зардап жайлы өтпек. Аталмыш тақырыпты бізге бүгін ашып айқындауға келген қонағымызды таныс болайық. Қарағанды облысының дін істер конфессиялар қатынастардың проблемаларын зерттеу және талдау орталығының теолог маманы Марат Нұрғалиұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Еліміздің тұтастығына, бірлігіне, ынтымағына қарсы жұмыс істеп жатқан түрлі ағымдардың бар екенін баршамыз білеміз. Сол ағымдармен жұмыс істеп жатқан өзіңіз секілді Қарағанды облысының дін істер басқармасының теолог мамандары осы ағымдармен жұмыс жасау барысында профилактикалық және де жеке іс-шараларды ұйымдастыруда, жүргізуде бір жетілдіру сәйкес келе ме, келмей ме, сәйкестік жасау керек пе? Қалай ойлайсыз ол жайлы? Енді қазіргі таңда жат ағыммен күрес өте қарқынды түрде жақсы болып жатыр. Соның бірі біздеріміз жұмыс істеп жатырмыз. Әрине жетілдіру мақсатында бұл жат ағыммен күресу үшін мамандар дайындау керек көптеп. Және де ол мамандар дайындаған кезде олардың да жағдайын жасау керек. Сонда ғана бұл салаға деген қызығушылық көп пайда болады. Және де қазіргі таңда енді жат ағымдардың да өздерінше бір білім арттыруда. Сол үшін де қазіргі таңда бакалаврлық білім аздық етеді. Сол үшін де мүмкіндігі болса магистр, мүмкіндігі болса докторантураны бітіріп алған абзал болады. Сонда ғана жат ағыммен күрес өте жеңіл және тез болады. Көп жат ағымдардың өкілдері, ол жаңағы 90-шы жылдары, 80-шы жылдары дүниеге келген азаматтар, ол азаматтардың көпшілігі жаңағы ауылды жерлерде ата-әжесінің қолында өсіп, немесе сондай бір ата-әжесінің тәрбиесін көрген болар, олармен жұмыс істеу негізінен ыңғайлырақ секілді. Бірақ өткеннен кейін кейбір жат ағымдардың өкілдерінің балалары сондай бір радикалды тұрғыда тәрбиеленіп өсіп келе жатқан буындармен қалай жұмыс істеу керек? Оларды қайтару, олармен жұмыс істеу барысы оңайырақ па? Енді қазіргі таңда бізде дін мен дәстүр деген үлкен бағдарлама болып жатыр, өзімізде. Сол бағдарламада біздер көбінесе негізі дәстүрді дәріптейміз. Ата-баба ұстанған жолымызды дәріптейміз. Міне сенің кезінде ата-бабам осы Ханафи мазхабы, Матурidi ақидасын ұстанған. Сен де осы жолды ұстан деп, біз көбінесе осы жат ағымның балаларына және өздеріне сабақ береміз, дәрістер беріп жатамыз көптеп. Енді шыны керек, әрине ауылда өскен балалар көбінесе олармен жұмыс істеу неге жеңіл болады? Себебі олар өзіміздің дәстүрмен өседі. Дәстүрмен қанағаттанып өседі, сол себепті олармен жұмыс істеу өте жеңіл болады. Ал егер қалада өскен азаматтар енді кішкене орыстанып кеткен деп жатамыз ғой. Осы Қарағанды қаласында өте көп сондай дүниелер. Орыстанып кеткен қазақтармен жұмыс істеу өте қиын болып жатады. Неге десеңіз, олардың дәстүрден алыс болғандығы. Оларға бір дәстүрді жеткізу өте қиын болады. Дәстүрдің құндылықтарын жеткізу өте қиын болады. Сол үшін де олармен күрес өте қиындыққа соғып жатады. Бірақ енді қазіргі таңда енді оларға да осы өзінің дәстүрімізді дәріптеп жатырмыз. Дәстүр жайлы айтып жатырмыз. Дәстүр мен дінді байланыстырып, дәл солай көп азаматтарға сабақ беріп, бір сөзбен айтқанда өзіміз дәстүрлі діни бағытқа барып жатырмыз. Жалпы сол деструктивті жалған діни ағымдардың қатарына кеткен, жетегіне кеткен азаматтар мысалға өздеріңізбен келген сөйлескен кездерінде ең басты олардың бастарындағы, саналарындағы проблемалар қандай деп ойлайсыз? Негізі жат ағымға кету себебін айта кеткен бірінші. Жат ағымға көбінесе білімсіздіктің кесірінен кетеді адамдар. Білімсіздіктің кесірінен. Сол үшін де көп азаматтарға айтып жүреміз. Бірінші, білім алыңыз деп. Себебі жат ағымның идеологиясы адамға келген кезде, ол адамда діни білім болмаса, дәстүр болмаса, дәстүрлі білім болмаса, ол адам жат ағымға кетіп қалу өте жеңіл болады. Сол үшін көп азаматтарға бізді айтып жататынымыз, дін ұстанғың келе ма, онда діни білім ал, фундамент қалыптастырып ал деп. Сол үшін бізге кей кездегі жат ағымның азаматтары келген кезде, біз олармен күрескенде, біз ең алдымен олардың бағыттарын айтамыз, дұрыс емес пікірлерін, идеологияларын айтамыз. Сосын ол кісі бірден түзеліп кетпейді ол адамдар. Кейін барат келеді, өздерінің адамдары болады сұрақ қоятын, үлкен ұстаздары болады, бәлкім сондайлары бар, сұрақтарын қойып береді, біз және сол сұрақтарына жауап береміз. Сонда ғана адамдар түзеле бастайды. Біз олардың, бір сөзбен айтқанда, олардың қателіктерін шығарып береміз. Бірақ енді қазіргі таңда бұлар жат ағымның көбісі осы біздермен сөйлесуге қорқады. Себебі біздер оның қателігін шығарып берсек, ол адамдар сол қателігіне жауап таба алмай қиналып кетеді. Сол үшін де көп адамдар жат ағымда жүрген бауырларымыз сөйлеспеуге тырысады.
Жалпы сіз қалай ойлайсыз теолог ретінде? Көп осы жат ағымның жетегіне кеткен бауырларымыз, қарындастарымыз, олардың бастарындағы басты проблемалары бұл дәлел мәселесінде, немесе біздің көрсеткен біздің дәлел дәйектеріміз бе, немесе оның біз қазақта мақал бар ғой, келіннің бетін кім ашса сол ысырақ деген секілді. Бәлкім оларға ең бірінші болып діни ақпараттар жеткізген адамдар бір достық қарым-қатынас құрғандықтан сол ағымда жүр ме? Иә, бағана қайтадан айтамыз, сол көбінесе бауырларымыздың кетіп жатқан себеп сол басында діни білім болмағандықтан. Мен өзім Сириядан келген азамат, Жусан программасымен келген азаматтармен сөйлесеміз, солардың сізге айтайын 90% діни білімі жоқ. 90%. Сен онда діни білімі болмай, не үшін Сирияға бардың десең, мен Алла үшін бардым деп жатады. Құдай үшін бардым дейді. Міне, көрдіңіз ба? Білімсіздіктің кесірінен жат ағымдағы адамдар өздерінің идеологияларын жеңіл жеткізеді. Сол үшін де біздерге келген азаматтардың бағанағы айтып жатқан жат ағымдардың барлығы білімсіз көбісі. Сол үшін солай кетіп жатады. Білімсіздіктің кесірінен. Басқа еш нәрсе емес. Басқа бір тағы да бір себеп болуы мүмкін фанатизм. Фанатизмнің арқасына еріп кететін жастар бар қазіргі таңда. Себебі қазір қарасаңыз, енді әлемде енді шыны керек көптеген спортсмендер бар. Басқа мазхабты ұстанатын. Шафии мазхабын ұстанады, Хамбали мазхабын ұстанады, үлкен спортсмендер. Соны олар фанатизм қылып, біздің елде дәл солай оқиды. Бірақ олай болуы мүмкін емес. Себебі әр жердің өзінің несі бар? Пәтуа шығаратын муфтияты бар. Біздің елде, біздің Қазақстан мемлекетінде Ханафи мазхабы. Бізге сол қолайлы. Біз соны жеткізе алмай жүрміз. Жеткізіп жүрміз, бірақ қабыл алмай жүр. Неге? Себебі фанатизм. Жалпы бұрынғыда білім алу процесі, жүйесі, жалпы форматы бұл ұстаздың алдында ұстазбен бірге отырып, бір кітаптарды оқып, дәрістерді алып, тақтаға жазып отырып, адамдар сабақ алатын. Қазіргі таңда ондай процесс қазір түбегейлі жойылмаса да, бірақ кейінгі қатарға қалып қойып жатыр. Яғни көп жастарымыз білімді интернет желісінен, ғаламтордан алып, бір сайттарға кіріп, немесе YouTube арнасынан жаңағы уағыз насихаттарды тыңдап жатады. Бұл қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Бізде қазақта сөз бар ғой, ұстаз жоқтың ұстаз шайтан деп жатады. Ол өте дұрыс емес нәрсе. Себебі адам сабақ алған кезде ол мұғалім мен шәкірттің арасында қарым-қатынас болу керек. Себебі кез келген білім түсінікті бола бермейді. Мысалға шария білім осы, діни білім, бұл жерде өте қиын мәселелер бар. Нәзік мәселелер бар. Сондай дүниелерде ол жерде ұстаздың өзі түсіндірмесе, шәкірт оны оқып түсіне алмайды. Қазіргі осы жат ағым ұстанып жүрген азаматтардың көбісі қарасаңыз YouTube-тан, болмаса сол секілді бір Facebook-тан, сол сияқты әлеуметтік желілерден сабақ алып жатады. Ол ұстазын мүлде көрмеген, болмаса мүлде танымайды ол кісінің өзінің биографиясын деп жатамыз ғой, мүлде білмейді. Дәл солай әлеуметтік желіден сабақ ала береді. Кімнен сабақ алып жатқан білмейді. Ол сабақ беріп жатқан адам Африкада болуы мүмкін, бәлкім Россияда болуы мүмкін, бәлкім сол сияқты басқа бір елдерде болуы мүмкін. Ол өзінің еліне айтып жатқан сабағы, өзінің еліне беріп жатқан шәкірттерін, өзінің еліндегі шәкірттеріне беріп жатқан сабағын біздің елдің азаматтары алып жатады соның пәтуасын. Ол өте қате пікір, бағанада айтқандай. Себебі әр елдің өзінің муфтияты бар, өзінің пәтуа шығаратын орындары бар. Міне біздің де еліміздің муфтиятымыз бар. Сол секілді біздің елдегі муфтиятқа бағынып, сол кісілердің сабақ алған жақсы. Жалпы тағы да қазір ғаламтор желісінде көптен көп қозғалатын мәселелердің бірі бұл тәңіршілдік мәселе. Яғни қазақ халқы исламнан бұрын тәңіршілікті ұстанған, бүгінгі күнге дейін ұстану керек, сол жолымыз дұрысырақ. Ал ислам дегеніміз одан радикалды іс-әрекеттер ғана туындайды. Бұл дұрыс емес, жаттың деген секілді ойлар шығып жатыр. Оған қаншалықты баға бересіз? Тәңіршілдік. Шындап қарасаңыз, осы кезге дейін бір тәңіршілдіктің телевидениеға шығып, болмаса осы өздерін дәлелдеп шыққан тәңіршілдік көрмегенбіз. Шыны керек, ол телевидение шығып біздікі дұрыс деп шыққан. Олардың тарап жатқаны WhatsApp желісінде, Facebook'та, комментарийдің арасында, және де оның Facebook'та парақшасынан барып оқысаң мақалаларын, бұлардың ұстанған бағыты, ұрандары қазақ болайық дейді, арабтанбаңдар дейді. Осы ұрандар. Бірақ қараңызшы, Абайды алыңыз, Ыбырайды алыңыз, Шәкәрімді алыңыз. Қазақ десе кім есіңе түседі? Абай есіңе түседі, Ыбырай есіңе түседі. Келіп бір Аллаға сиініп, келіп Аллалар оқылық деп кеткен. Абайдың 45-45-тен аса қара сөзін оқып барыңыз. Барлығы шариғат шеңберінде тұр. Егер қазақ қазақтанайды деп жатады, егер қазақ қазақтансақ, міне ұстан,
Абай ұстанған жолды ұстанайық, Ыбырай ұстанған жолды ұстанайық, Шәкәрімнің ұстанған жолын ұстанайық. Ол ислам деген, олар бізде айтады, тәңіршілердің ұрандары, сендер арабтан кеткесіңдер дейді. Арабтан кеткесіңдер. Ол өте қате пікір. Себебі ислам діні бүкіл әлемге түскен дін. Рахым діні деп жатады. Сол үшін де ол ислам діні бір ұлтқа ғана түспеген, барлығымызға түскен. Сол үшін де тәңіршілердің айтып жатқан дәлелдері, болмаса сол секілді жазып жатқан комментарийлары барлық қисынға келмейді. Біз мысалға қарайтын болсақ, біз Құран мен сүннетке ұстанамыз. Негізіміз Құран, сүннет. Пәтуаны содан аламыз. Бірақ кез келген тәңіршіге барып айтыңызшы, сен неге ұстанасың? Сен кітабың бар ма? Или болмаса саған бір сондай бір ұстанатын дүниең бар ма деңізші? Жоқ. Кез келген адам бір тәңіршіден сұраңыз, ол тұрады да, иә, тәңіршілікте мынандай жоқ дей салады. Екіншіден сұраңыз, жоқ ондай бар дейді. Бірін-бірімен келіспейді. Неге? Олардың асылы бір кітабы, бір ұстанатын дүниесі жоқ. Сол үшін де олар ойына келгенін ақылмен жүре береді. Ол өте қате пікір. Жалпы теологтардың, жалпы эксперт мамандардың айту бойынша әрбір жат ағымның төңірегінде оның арт жағында тұрған үлкен бір алпауыт күштер бар. Бірақ сол алпауыт күштердің құрмағына құрсағына түсіп кетпес үшін біздің бауырларымызға, қарындастарымызға бір иммунитет қалыптастыру керек деп жатамыз. Бұл иммунитетті біз қалай қалыптастырамыз? Қазір таңда енді шыны керек, мешіттерімізде күнде сабақ болып жатыр. Және де ол тегін. Ақида сабағы болсын, фиқ сабағы болсын, барлық осы шария пәндердің бүкіл сабағы тегін беріліп жатыр. Және де осы бізде көп қателігіміз әр нәрсенің маманынан сұрамағанымыздан. Мысалға, сіз сантехниктің жұмысын барып электриктен сұрамаймыз ғой. Дәл сол секілді шариғи сұрақтарды біз дін мамандарынан сұрау керекпіз. Имамдарымыздан, теолог мамандардан, солардан сұрауымыз керек. Солардан сұрамағанның кесірінен жат ағымның құрсағына түсіп кетіп жатырмыз. Енді бағана жұмыс істеп жатырмыз ғой. Енді Қарағанды қаласында қазір көптеген дәрістеріміз болып жатыр. Дәрістер беріп жатыр имамдарымыз, сабақтар болып жатыр ақидадан. Және де қазір осы жат ағымда жүрген азаматтардың өздеріне сабақ беріп жатырмыз. Сабаққа қатысып жатқан адамдардың көбісінің, мысалға қарап тұрсаңыз, сол жердегі 90% қателігін түсініп кетіп жатыр. 90%. Осы кезге дейін бұндай дүниелерді білмеппіз ғой. Біз бұндай нәрсе естімегенбіз дейді. Сол үшін де жат ағымға кетіп қалмас үшін, көбісін айтамыз, соқыр сенімнің қажеті жоқ деп. Соқыр сенім түбі соғысқа итермелеп тастайды, болмаса түбі адасушылыққа апарады. Сол үшін де егер дінді ұстанамын десеңіздер, діни дәріс алыңыздар. Діни білім алғандар. Ол діни дәріс мешіттерімізде сабақ беріп жатыр, тегін беріліп жатыр. Жалпы діни ілімге қатысты келетін болсақ, кейбір имамдарымыздың, жалпы теолог мамандарымыздың айту бойынша Құран кәрімдегі кейбір аяттарды немесе пайғамбарымыздың кейбір хадистерін оның тілдік тікелей мағынасын түсінуге мүлде болмайды. Сондықтан ілімді алу ол тек ұстаздармен ғана болу керек. Бірақ олай түсініп алған адамдар ол қандай жеткай термелеу мүмкін? Мысалға, қандай аяттарды мысал келтіруге болады? Жат ағымдардың көбісі, мысалға алатын болсақ, көбісі Құранды тікелей түсінеді. Сол өте үлкен қателікке апарады. Мысалға, оларға қоятын дәлелдеріміз айтатын қарапайым жай қазақи мысалдармен айтып жатамыз. Сен Құранға қалай ғана түсінесің? Біздегі қазір Қазақстанда жат ағымда жүргеннен сізге айтайын, 90% арабша білмейді. Мен кез келген жат ағымдағы азаматтармен сөйлесем, басында жай арабша сөйлеп бастаймын. Жоқ, мен арабша білмеймін дейді. Тоқта онда. Онда сен Құранды қалай түсіндің? Қалай білдің сен Құранды? Мен орысшасын оқыдым дейді. Сен оны кім аударды? Мысалы, Кулиевтің, біздің елде қарап тұрсаңыз, Кулиевтің аудармасын оқиды. Көп жат ағымдардың барлығы Кулиевті оқиды. Ал Кулиев ол Құранды аударған кезде дінді ұстанбаған. Ал енді қараңыз, дінді ұстанбаған адам аударды. Және Кулиевтің өзінің сөзі бар. Мен дейді, Құранды дейді, тек қана аудардым дейді. Оның тәпсірін жазған жоқпын дейді. Сол үшін де Құранның аудармасы бөлек, тәпсірі бір бөлек болып есептеледі. Келесі сұрақ, жалпы кейбір біздің ата-аналарымыздың көкейінде жүрген сұрақтарының бірі, олардың өздерінің бала-шағасын ойлайды. Олардың айту сұрақтары, біз балаларымыздың, егер де олардың жат ағымға кіріп кеткен болатын болса, қандай сипаттарını білуімізге болады? Соны айтып берсеңіз ашығына. Сипаттардың бірі, біз жат ағымдардың осы барлық нәрсені парыз деп білуі. Парыз деп біліп кетеді. Мысалға, алатын болсаңыз, қазір таңда біздің қоғам, мемлекетімізде сақал мәселесімен, сақал мәселесі, балық мәселесі өте қатты таласта болып жатыр ғой, қызу. Ол кісілерден сұрасаң, сақал неге өсіріп жатсың?
егер мүмкіндік болса көркем түрде өсірсе десең жоқ дейді, сақал өсіру еркекке парыз дейді. Әрине сақал бұл еркектің көркі, бірақ оны ата-анаға қарсы шығып, болмаса сондай бір сақал мәселесіне таласып жұмыстан шығып кеткенге гөрі сақал мәселесі. Сақал бізде сүннет. Сол мәселеде ата-анаға бағыну парыз. Сол нәрсені бізде салыстырмай жатады көп. Ата-аналар көбінесе байқаса болады, неден? Көбінесе сақал мәселесінде, балақ мәселесінде байқаса болады. Болмаса өз мінезі құлқы да өзгере бастайды. Кішкене қаттылау бола бастайды, жан-жағында адамдарды жек көре бастайды. Қазір таңда олар көбісі намаз оқымайтын адамдарды күпірлікке шығарады. Кафир дейді да, олармен араласпай қояды. Оның дастарханда отырып тамақ ішпей қояды. Енді Аллаға шүкір, осыдан бір 10 жыл алдын ата-анасының қолынан тамақ ішпей кеткен азаматтар болған. Қазір таңда ондайлар аз. Сол азаматтарға көбінесе айтып жатамыз, Құран кәрімде тұр ғой аят, бивалидайни ихсанан деп, ата-анаға бағыныңдар, және ата-анаға уф деп айтпаңдар. Құранда тұр ғой, парыз деп тұр ғой. Сен неге ата-анаң осылай сөйлеп жатсың деп. Қазір таңда 10 жыл алдын сондай болған, ата-анасын дастарханына отырып тамақ ішпеген, екен олар кафир деп. Ал қазір шыны керек, ондай жатағымда ондайлар азайған. Қазір жатағымдағылар уже біз күресіп жүріп, оларға сондай жаймен жеткізіп жатырмыз. Жалпы тағы да бір жатағымдардың айтып жүрген сөздерінің бірі, бұл біздің қазаққа дін сонда 90-шы жылдардың соңында келген, оның алдындағы барлығы дұрыс емес, дұрыс ақидада немесе дұрыс сенімде болмаған деген секілді бір сөздерді айтып жүрген жайттары бар. Бұған қаншалықты баға бере аласыз? Мен жаңа ғана айтқанымдай, бізде Мәшһүр Жүсіп деген аталарымыз бар, Абай Құнанбаев аталарымыз бар, Шәкәрім, Ыбырайдай атамыз бар. Сіз Абайды оқып қараңыз, қара сөздерін, іші тынып тұрған ақида. Мәшһүрді оқып көріңіз, өлеңдерін, тынып тұрған ақида. Алла бір, Алла жалғыз, Алла мекенсіз. Лә мәкан деп кетеді Абайдың өлеңдерінде. Лә мәкан деген, лә деген араб тіліне аударғанда жоқ деген сөз. Мекенсіз, Алла мекенсіз деп, тынып тұрған ақида. Ол 90-шы жылдар келді деген дүние, ол өте қате пікір. Біз Абайдың өлеңдерін оқып, Мәшһүрді оқып, өзіміздің ата-бабаларымыздың ұстанған бағытын ұстанып жүріп ақ, түзу жолда жүреміз. Біз қазақ өз-өзін танысақ, біз төбемізді көреміз ислам діні екенін. Сол үшін де біздер қазіргі таңда осы күресі өзі алдындары тек осы жатағындағы ваххабизм, салафизммен ғана болып жатса, қазіргі таңда тәңіршілермен де болып жатыр. Бірақ бәрін айтатынымыз, сен ата-баба тарихты оқы. Тарихқа қара, тарихқа көз жүгірт. Абайды оқы, Мәшһүрді оқы, Ыбырайды оқы, Шәкәрімді оқы. Сонда сен көресің, ақиқатқа көзің жетеді. Біздер мысалға басында діни білім алып жүрген кезде, қарасаң, діни білім алып жүріп, кейін Абайдың өлеңдерімен оқысақ, Шәкәрімнің өлеңдерін оқысақ, Мәшһүр Жүсіптің өлеңдерін оқысақ, біздің арабша оқып жатқан дүниеміздің барлығы Абайда, Шәкәрімде, Ыбырайда, Мәшһүр Жүсіпте келіп жатады. Сол үшін де мен қазіргі жастарға айтарым, өзіміздің ата-бабамыздың жазып кеткен дүниелерін, шығармаларын оқысақ, біз ақиқатқа жетеміз. Марат Нұрғалиұлы, қойылған сұрақтарыңызға өзіңіздің тұшымды ойларыңызбен жауап беруіңізге сізге мың да бір алғыс. Эфирде болған Дін мен дәстүр бағдарламасы амандықта, саулықта жүздескенше сау сәлеметте болыңыздар.